Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың аты салық және салық салу. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жер салығы, яғни тәжірибелік сабақ. Алдыңғы өткен тақырыпта біздер жер салығы туралы дәріс материалдарын жазып, жер салығы туралы танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты жер салығын есептеу формуласын үйрену және салық мөлшерлемесімен танысу. Жалпы жер салығын кімдер төлейді деген сұрақ туындайтын болса, жер салығын төлеушілер ретінде жеке және заңды тұлғалар болып табылады. Олар меншік құқығындағы, тұрақты жер пайдалану құқығындағы және бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығындағы жерлер. Жер салығының және салық базасының объектілері болып мыналар табылады, яғни ол жер учаскесіне ортақ үлестік меншік кезіндегі жер үлесі. Салық базасы жер учаскесінің және жер үлесінің ауданы болып табылады. Жер салығын есептеу әрбір жер учаскесі бойынша жеке салық базасына тиісті салық ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша ағымдағы төлемдерді есептеуге және төлеуге міндетті. Төлемақы сомаларын бюджетке ағымдағы жылдың 25 ақпанынан, 25 мамырынан, 25 тамызынан және 25 қарашасынан кешіктірмей тең үлестермен төлеуі тиіс. Түпкілікті есеп айыру және жер салығын төлеу салық кезеңіне декларация ұсыну мерзімінен 10 күннен кешіктірмей жасалады. Жер учаскесі бойынша декларация салық салу объектісінің орналасқан жері бойынша салық органына есеп беру кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей ұсынылады. Жер салығы бойынша ағымдағы төлемдерді есептеу ағымдағы салық кезеңінің 15 ақпанынан кешіктірілмей ұсынылады. Салық төлеуші ағымдағы төлемдерді төлеудің кезекті мерзімі басталғанға дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей ұсынады. Яғни ол ағымдағы төлемдердің есебі ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейінгі туындаған жағдайларды қоспағанда салық кезеңі ішінде салық міндеттемелері туындаған кезде және бұндай төлемдердің мөлшерін тиісті түзете отырып және оларды алдағы төлем мерзіміне тең үлестермен бөле отырып ағымдағы төлемдердің қосымша есебі салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша салық міндеттемелері өзгерген кезде осыларды кешіктірмей ұсыну тиіс. Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық міндеттемелері туындаған кезде салық төлеушілер ағымдағы төлемдердің есебін тапсырмайды. Жеке тұлғалар төлеуге жататын жер салығын есептеуді салық органдары тиісті салық ставкалары мен салық базасын негізге ала отырып ағымдағы жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей жүргізеді. Азаматтар жер салығын есептеу жылдан кейінгі жылдың 1 қазанынан кешіктірмей төлеуі тиіс. Мысалы айтатын болсақ, 2017 жылғы салық 2018 жылдың 1 қазанына дейін кешіктірмей төленуі керек. Жер салығының ставкалары міне берілген, яғни бұл жерде әр қала бойынша жер салығының базалық салық мөлшерлемелері көрсетілген, яғни Алматы қаласы бойынша мысалға 28,195, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 19,130, Ақтау қаласы бойынша Ақтөбе, Атырау, Тараз, Қарағанды, Қызылорда, Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Талдықорған, Орал, Өскемен осылай кете береді. Яғни әр қала бойынша өзінің салық салынатын, яғни базалық салық мөлшерлемелері мына жерде көрсетілген. Бүгінгі сабағымыз тәжірибелік болғандықтан мен сіздерге бірнеше тапсырма дайындадым. Яғни тақырыпқа байланысты есеп шығарамыз. Бұл есептің формуласы өткен тақырыпта берілген болатын. Яғни жер салығын есептеу үшін осындай жер салығының формуласы бар. Яғни жер салығын есептеу үшін жер телімінің ауданын жер ауданының бір бірлігінің мөлшерлемесіне көбейтеміз. Яғни бұл
салық мөлшерлемесі жердің санатына байланысты тағайындалады. Соған байланысты мына жерде сіздерге 3 есеп берілген. Осы 3 есепті есептеп, Орал қаласы, Алматы қаласы және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ақпараттар берілген. Осы есептерді шығарып, тапсырмаларды Classroom платформасына жібересіздер. Бұл бір тапсырма. Келесі тапсырма. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сөздіктермен жұмыстану. Яғни алдарыңызда осы бүгінгі тақырыпқа байланысты сөздер берілген. Бұл сіздер қазақша сөздерінің ағылшынша аудармасын жазып тапсыруларыңыз керек. Бұл екінші тапсырма. Келесі үшінші тапсырма. Бүгінгі тақырыпқа байланысты құрастырылған сөз жұмбақ. Сөз жұмбақты шешіп, осындай тапсырмаларды толық орындап, Classroom платформасына жібересіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.